Саламатсыздар ма, балдар? Саламатсыз ба? Тұрамыз орныңызда, балдар. Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Кішкене психологиялық тренинг өткізіп жібереміз. Яғни бірінші топ, екінші топқа, қалған топтарға сәттілік тілейміз. Жылы лебіздеріңізді айтып, бүгінгі сабаққа сәттілік тілейміз. Бірінші қатар. Екінші қатарға жылы лебізіңізді айтып, сәттілік тілейміз. Балдар? Сәттілік. Сәттілік. Екінші қатар. Сәттілік. Сәттіліктеріңіз жақсы ғой? Үй тапсырмасын сұрақ арқылы сұрайды. Бірнеше сұрақ қоям, үй тапсырмасын. Жауап бересіне. Өткен үй тапсырмасында қандай тақырып өттік? Көшпелілерді дүние танымы, яғни көшпелілер туралы. Көшпелілер дегеніміз не? Апарақ айтып, көшпелілер дегеніміз бір жерден екінші жерге көшіп жүреді. Яғни бір жерден екінші жерге көшіп жүріп, мал шаруашылығымен айналысатын адамдар. Дұрыс сұрақ. Көшпелілердің дүние танымында не өтті? Наурыз мерекесі. Ол ежелгі адамдардың жаңа жылы деп аталған. Жаңа жылы, яғни 22-ші наурыз күні түннің кеңесі күні. Қай жылы пайда болды? Наурыз мен 3000 жыл болды пайда болды. Дұрыс, біздің заманымызға дейінгі 3000 жылдықта пайда болды. Келесі, көкпар деген ойын кім біледі? Қалай аталады? Қандай ойын ол? Ералы айтамын. Көкбөрі деп атаған неге? Дұрыс, яғни бөріні пайдаланған. Дұрыс. Саяжыл дегеніміз не, балдар? Тұр, айта қойын. Жыртқыш құсты қолға үйретіп аңға салу өнерін сәтшілік деп атаймыз. Өте дұрыс. Яғни өткен тақырыпты білемізге алып. Сақтар енді астан жігерлі болуымен қатар озық мәдениетімен де жарыққа бөлінген. Олардың өз жағында болған қазақ жеріндегі бірінші мемлекетті осы сақтар құрған еді. Ол мемлекетті тайпаның ұлы да дана жауынгерлері билеген. Олардың арасында Массагет тайпасының бату патшайымы Абилистің орны бөлек болған. Яғни балдар сақтар. Сақтар біздің заманымызға дейінгі 1000 жылдықта Орта Азия мен Қазақстан, Шығыс Түркістан аймақтарын мекендеген тайпалар. Дұрыс. Сақтар туралы кімдер дерек қалдырады? Парсы және жазба грек жазбаларында, авторларында дерек қалдырады. Яғни сақтар туралы мәлімет бердім. Яғни 3 минут кітапты қарап алуға уақыт берем. Сосын бірінші тапсырма береміз. 3 минут оқулықты қарап алыңдар. Кітабында сақтар туралы қандай мәліметтер жазылды. Яғни соларды тізіп жазамыз. Екінші топ Стравон тобына, яғни сендердің Стравон еңбегі, география атты Стравонның еңбек кітабы бар. Яғни сонда сақтар туралы қандай мәліметтер жазды. Солар жазамыз. Келесі топ Томирис тобы. Сіздерге сақтардың мекендеген қоныстарын жазамыз. Шығыс жақта массагеттер орналасқан. Олардың ортақ аты сақтар деп аталған. Болғанда олар көшпелі халық болып табылады. Шайқас кезінде алтын белдік киген. Бірақ әр тайпаның өз аты бар. Жалпы алғанда олар көшпелі халық болып табылады. Олардың ортақ аты сақтар деп аталған. Тапсырмада Геродоттың тарихат еңбегінде сақтар туралы мәліметтер жазамыз. Ортақ мәліметтер жазамыз, сосын Стравонның география атты еңбегінде сақтар туралы мәліметтер жазамыз. Яғни екі еңбекті, география мен тарих еңбегінің ортақ мәліметтер, сақтар туралы ортақ қалдырған мәліметтер жазамыз. Мал асыраған және сүт ішкен. Өте жақсы, жарайды. Шошақ бөрікті сақтарды массагеттер деп атаған. Яғни грек авторлары сақтар туралы
қалдырған. Көпніктенің орнына тұспалға сөз жазамыз. Яғни бірінші, біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта пайда болған тайпа. Нақты жаз. Тездетеміз. Сақ тайпасы. Дұрыс. Жылқыны құрбандыққа шалған. Дұрыс. Жарайсың. Сақтар туралы біраз мәліметтер білдік. Дұрыс па? Енді маған кері байланыс жасайсыңдар. Яғни алдарында стикерлер тұр. Соларға кері байланыс жазамыз. Тездетеміз. Сосын жабыстырамыз келіп мында. Балдар, енді үй тапсырмасын жазамыз. Дәптерді ашыңдар, үй тапсырмасын жасалыңдар. Сақтар туралы тарихи мәліметтерден 50 сөзден тұратын эссе жазамыз.